Қайырлы күн, құрметті оқушылар, құрметті достар. Сіздермен сымбат, Самат. Біз жаңа оқу жылына дайындықты бастадық. Қазір біз English Plus 5-ші сынып кітап бойынша талдау жасап тапсырмаларды орындайтын боламыз. Unit 1, Home and Away. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Listen and read the dialogues, then choose the correct words in 1 to 3. Аудиодағы диалогты тыңдап, және берілген жазбаша түріндегісін оқимыз. Содан кейін 1-2-3 деген тапсырмада дұрыс жауабын таңдаймыз. Диалогқа назар аударайық. Mr. Ross, hello Sally, how are you? Sally, I'm fine, thanks, and you? Mr. Ross, good, thanks, Sally. See you later. Sally, okay, bye. Mr. Ross Sallyдан сұрайды. Сәлем, Sally, қалайсың? Sally жауап береді. Мен жақсымын, рахмет, сіз ше? Mr. Ross айтады. Жақсымын, рахмет. Sally, кездескенше. Sally, окей, сау болыңыз дейді. Екінші диалог бізде Роза мен Томның арасында. Роза сұрайды. What's this in English? Tom, it's a pencil. Роза, oh yes, thanks. Роза сұрайды. Бұл ағылшынша не дейді? Том айтады. Бұл қарындаш дейді. Роза, oh yeah, рахмет. Енді тапсырмасын орындайық. Біріншісінде бізде Sally is a student және teacher деген екі таңдау берілген. Диалогтан түсінгеніміздей Sally is a student. Яғни ол оқушы. Екінші, Tom and Rosa are екі вариант берілген. Friends, teachers. Диалогтан түсінгеніміздей Tom and Rosa are friends. Үшінші, Mr. Ross is a student немесе teacher. Диалогтан түсінгеніміздей Mr. Ross is a teacher. Ол мұғалім. Келесі, юниттің екінші тапсырмасында Listen again, then practice the dialogues деп қойған. Яғни қайтадан бір тыңдау керек аудионы және диалогтарды практиковать ету керек. Яғни оны оқып, қайталап өз араңызда диалогқа бөліп оқу деген сияқты. Бұл тапсырманы біз орындамаймыз, оны сыныпта өздеріңіз орындайсыздар. Үшінші тапсырмаға көшеміз. Мына жерде тағы бір диалог қалып кетіпті. Бізде ол негізі Sally мен Томның арасында болған. Hi Tom, сәлем Том. Hi, this is my friend Rosa, she's from Italy. Сәлем, бұл менің досым Роза, ол Италиядан. Hi Rosa, сәлем Роза, яғни амандасқан. Бұл прям тапсырмаға қатты әсер етпейді, сондықтан жай оқып кете салдым сіздерге. Үшінші тапсырмада Ask and answer questions. What are objects 1 to 12 in English? Use the words in the box. Сұрақ қойып оған жауап беру керек. 1-ден 12-ге дейін цифрланған заттар қалай аталады ағылшын тілінде? Бокстағы сөздерді пайдалан дейді. Мысал ретінде былай көрсеткен. What's this in English? Жауабы It's a book. Яғни мынау не ағылшын тілінде? Жауабы бұл кітап. Екінші суретке назар аударамыз. What's this in English? It's a pen. Үшінші сурет. What's this in English? It's a bag. Төртінші сурет. What's this in English? It's a computer. Бесінші сурет. What's this in English? It's a car. Алтыншы сурет. What's this in English? It's a poster. Жетінші сурет. What's this in English? It's a table. Сегізінші сурет. What's this in English? It's a boy. Тоғызыншы сурет. What's this in English? It's a teacher. Оныншы сурет. What's this in English? It's a bicycle. 11-ші сурет. What's this in English? It's a phone. 12-ші сурет. What's this in English? It's a girl. Келесі юниттің 4-ші тапсырмасында Test the class, draw a picture on the board and ask what's this. Яғни сыныпты бір тексер дейді. Тақтаға сурет салып, бұл не деп сұрау керек.